Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгін мамырдың 19-ы. Сегодня 19 мая. Сабағымыздың тақырыбы өнертапқыш бала. Пишем дату и тему. Бүгін сендер болашақтың техникасы туралы білетін боласыңдар, және қарапайым сөздер мен сөйлемдердің мағынасын түсінетін боласыңдар. Теперь, ребята, давайте вспомним синонимы и антонимы. Мәндес сөздер мен қарсы мәндес сөздерді еске түсірейік. Мәндес сөздер ол синонимдер. Например, мысалы, мұғалім, ұстаз. Ал қарсы мәндес сөздер антонимдер. Мысалы, например, жақсы, жаман, үлкен, кішкентай. Түсінікті ме, балалар? Теперь, ребята, вам нужно к этим словам подобрать синоним. Бұл сөздерге синонимдерді табу керексіздер. Әйгілі, известный, знаменитый, құрмет, уважение, серуендеу, гулять, ғалам, вселенная, үйрену, научиться, жолдас, товарищ. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысайық. Өнертапқыш, үмітті ақтау. Дұрыс айтамыз. Дұрыстап айтып үйренеміз. Өнертапқыш, үмітті ақтау. Теперь, ребята, пишем. Өнертапқыш, изобретатель, үмітті ақтау, оправдать надеждой. Өте жақсы, балалар. Енді берілген мәтінді бірге оқимыз. Давайте вместе прочитаем данный текст. Бүгін біз Сұңғат екеуміз саябақта қыдырдық. Сегодня мы с Сұңғатом гуляли в парке. Сұңғат маған компьютер, роботты техника туралы көп ақпарат берді. Сұңғат дал мне много информации о компьютерах и робототехнике. Ол бүкіл әлемге танымал, өнертапқыш бала болып шықты. Он оказался всемирно известным изобретателем. Ол хабарласқан адаммен виртуалды кездестіретін телефон ойлап тапқан. Он изобрел виртуальный телефон для встречи с абонентом. Мен бүгін оны өз көзіммен көрдім. Я сегодня видел это своими собственными глазами. Жақында ол тағы бір өнертабысы үшін марапатқа ие болды. Недавно он был награжден за другое изобретение. Оның келесі еңбегі егін өсірумен байланысты. Его следующая работа связана с выращиванием урожая. Ол жаңбыр бұлтын қажет нүктеге апаратын ұшқыш робот жасаған. Он создал летающего робота, который мог нести дождевое облако в нужное место. Сұңғат ата-ананың үмітін ақтаған ұл. Сұңғат мальчик, который оправдал надежды своих родителей. Сұңғаттай досым болғанына мақтанамын. Я горжусь тем, что он мой друг. Ол өте қарапайым, білімге құштар бала. Он очень простой и любознательный мальчик. Мәтін түсінікті болса, балалар, екінші тапсырмаға назар аударамыз. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші тапсырма. Екінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Второе задание. Отвечай на вопросы. Бірінші сұрақ. Сұңғат пен Тілеухан қайда қыдырды? Где гуляли Сұңғат и Тілеухан? Сұңғат қандай бала? Какой мальчик Сұңғат? Үшінші сұрақ. Ол не ойлап тапты? Что он изобрел? Өте жақсы, балалар. Енді
үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Иә немесе жоқ сөздерін жазуымыз керек. Если предложение верно, пишите рядом «я». Если предложение неверно, онда пишите рядом «жоқ». Мысалы, Сұңғат озық технологияны жақсы көреді. Сұңғат любит передовой технология. Онда бұл дұрыс жауап. Дұрыс болса, біз «иә» деп жазамыз. Үйге тапсырма. Видеороликте берілген тапсырмаларды орындап, маған жібереміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар балалар.